Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге пинетка жасап көрсететін боламын. Яғни бұл пинетканы біз осындай трафариттің көмегімен жасайтын боламыз. Бұл трафаритті мен өзім үй жағдайында көз мөлшерімен кесіп алдым. Ал сіздер бұлай шығара алмасаңыздар, компьютерден сканер жасап, трафарит для пинетки деп іздесеңіздер шығады. Сол трафаритті сканер жасап, осылай кесіп алсаңыздар да болады. Сол кезде сіздерге пинетканы жасау өте оңай әрі аз уақыт алатын болады. Мен бір пинеткаға арналған шығарып алдым. Енді екіншісін осылай осы трафариттің көмегімен қазір кесіп аламыз. Бірінші табанын мен осы күйде біреуін шығардым. Енді дәл осы трафаретті осылай теріс аударып шығаратын боламыз. Өйткені бір аяғы оң, бір аяғы екі аяқ кейін бірдей болып кетпеу үшін осылай теріс аударамыз. Бірінші осылай кестім, енді бұлай аударып кесіп алатын боламын. Өйткені біреу оң аяқ, біреу сол аяқ болу керек бізде. Міндетті түрде салыстырамыз. Өйткені кесіп жатқан кезде қозғалып кетсе, біреу үлкен, біреу кішкентай болып кетеді көбіне. Міне мені бір шеті шығыңқырап кетіпті, сол шетін алып тастаймын кесіп. Екеуін бірдей етіп осылай кесіп аламыз. Екеуін кесіп шығардым. Енді үстін кесіп аламыз. Мен үстін жаңа дәл осылай кестім. Енді бұны да осылай аударып кесіп аламыз. Үстін басып тұрып осылай кеспесеңіздер, қозғалып кетуі мүмкін. Сол кезде екеуі екі түрлі болып кетуі мүмкін. Сондықтан үстін осылай басып кесіп шығарасыздар. Енді бұны да екеуін салыстырып көреміз. Екеуі бірдей болу керек. Менің ойымша екеуі бірдей. Енді бір шетке алып қоямыз. Ендігі кезек біз енді бір-біріне жалғастырып клейлейміз. Клейімізді жағамыз, яғни бұл клей деп жүргенім мендегі қарапайым су. Сахарный мастикамыз сумен жапса береді. Оған арнайы клейді сатып алудың қажет жоқ.
сіз мастиканы осы пинетканы жасар алдында бір 5-10 минут бұрын жайып 10 минуттай қойып қойсаңыз өзінің қалпын ұстап тұратындай етіп қамыр өз демін алады. Жаңағы неміз мастикамыз, сондықтан 5-10 минуттай жайып оны тындырып қойсаңыздар осылай ұстап тұратын болады. Мен міндетті түрде ішіне целлофанды саламын. Мен барлық пинеткаларды осылай жасаймын. Мінекей, бір пинеткамызды жабыстырдық. Арт жақтарында артық жерлері қалып кетіпті. Оны кесіп алып тастасаңыздар болады. Өйткені біз аппликация пайдаланған соң міндетті түрде осындай болып тұрады. Ол қорқынышты емес, осылай кесіп алып тастасаңыздар болады. Міне бізде бір пинеткамыз дайын. Оны міндетті түрде осындай пенопластқа орналастыру қажет. Мінекей. Енді екіншісін жабыстырамыз. Екінші пинеткамызды да дәл солай үстіне орналастырып, ішіне міндетті түрде целлофанымызды орналастырамыз.
целлофанды міндетті түрде пайдаланыңыздар ішіне. Сол кезде осылай әдемі болып қататын болады. Бұл аяқ киімнен де артынан осылай артылып қалды. Жаңағы аяқ киім сияқты. Кесіп алып тастасақ болады. Мінекей. Біздің екінші аяқ киіміміз дайын, пинеткамыз. Мына. Бұны да жаңағы пенопластымызға жайғастырамыз, орналастырып. Мына. Енді алдына мен осындай силиконды пайдаландым. Біреуін шығарып қойдым, мінекей дайындап. Осылай сіздерде пайдалансаңыз болады. Силикон болмаса, басқа да штамповкаларыңыз болса, веревкаларыңыз болса, гүл болсын, не болмаса бантик пішінді силикондарыңыз болса, пайдалансаңыз болады. Мінекей. Осылай алып шығарып аламыз. Енді бұны біз жылтыр кондуринге бояймыз. Клейімізді жағамыз. Ана. Пинеткамыз өте әдемі болып шыға келді. Сіз жасай алмасаңыз, осындай трафареттің көмегімен жасасаңыз болады. Енді мен бұны жылтыр кондуринмен бояп көрсетемін. Бұл бізде әдемілік үшін. Сіз де міндетті түрде пайдаланыңыз, жасап көріңіз. Мінекей, дайын болды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі тез. Сіздерге ұнаған болса, бүгінгі видеоролик маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.